Қайырлы күн ағайын. Мынау қазір енді жақын жуықтарымыз бар ғой дүниедегі. Мынау өзі ең бірінші орынға дүниені қойып қойған адамға бала да керек жоқ қой. Байлық, мансап, атақтың жанында ұрпақ та керек жоқ. Оны биліктегі азғын отбасының өз балаларын, өзге балаларын биліктерін сақтап қалу үшін қалай өлтіргенін жақсы білесіздер ғой. Соларды туралы жаңағыдай айтқан кезде аузымызға жұқпай тура ерімізге тимей ұрамыз ғой. Азғындар олар билік үшін бала шағасын өлтіріп тастауға дейін анау кім еді әлгі Нұрәлі Үймет өліп қалды ғой мысалға. Соның бәрін өлтіріп тастады. Билік үшін, байлық үшін осы бәріне барады ондай азғындар дейміз ғой. Сондай өзімізде сондай азғын болып кеткенімізді байқамай қалған жоқпыз ба ағайын? Біздің де ұрпағымыздың көңге тігіліп, ұрпағымыздың келешегін таза X қоятын жағдай келе жатыр. Екі жағдай. Біріншісі, мынау АЭС, атом электр станциясы. Семейдің зардабынан, Семей полигонының көрсеткен қасіретінен әлі құтылмақ түгілі соны әлі шегіп жатқан кезде, қазір Қазақстанда рак аурулары, обыр аурулары рейтинг бастап, тіптен қалай көтеріп кеткен біліп отырсыздар. Қазір мынау ракпен ауыратындардан сіз сонда өзіңіздің ұрпағыңыздың, балаңыздың аққан рак болып, сол жаңағы шіріп өлуіне келісіп отырсыз ғой сонда, иә? Өз балаңызды өзіңіз бауыздауға, өз балаңызды өзіңіз өлімге кесіп отырсыз ғой. АЭС-ке қарсы емессіз өйткені. Ал енді біздің жеріміздегі бүкіл жер байлықтарын қопарып қазып атқандарды әкімшіліктің қадағалауында жоқ. Олар жаңағы ешкім қадағалап отырған жоқ, экологиялық тараптан да қадағалап жатқан жоқ. Олар жердің астындағы радиацияны шығарып, біздің теректі 40 жылдық Мақпал Жүнісованың ауылында статистикасын көріңіздер, халық қалай қырылып жатқанын, қалай ауру болып жатқанын. Сол сияқты мынау Абыз, біздің Бақты, біз Қарағайлы, мынау Қарқаралы ауданының көлемінде он шақты біз білмейтін ашып тастаған неше түрлілер бар, жер байлықтар. Оның барлығы біздің ұрпағымызға зиян келтіріп жатқан да жан ашымаған үкімет енді сіздің 11 жасардан бастап қыздарыңыздың жаңағы жатыр алды ісігін сақтау, жатыр мойынның ісігінен сақтау, рагынан сақтауға вакцина дегенге сеніп қалдыңыздар ма? Сен тұқымыңнан құрып кетсең де өлсең бәрібір болып отырған билік почему-то сіздердің қыздарыңыздың жаңағы рак болмауына басы қатып қалды дегенге сеніп отырсыздар ма? АЭС салуға үндемейсіңдер, вакцинаға үндемейсіңдер. Өздеріңнің ұрпақтарыңды өздерің өлімге кескен сатқын емегімсіңдер. Нағыз кісі өлтіруші, нағыз каннибал, үндемей отырған адамдардың өзі нағыз сол қырылсын тұқымы қазақ осылай құрысыншы деп отырған мысықтілеу арам ниеттің адам, яғни үндемеген адам. АЭС-ке қарсы шықпаған, вакцинацияға қарсы шықпаған адам, ол барып тұрған азғын. Қарсылығыңды білдір, референдумды өткізбейміз, қарсымыз дегенді айт, жаз, видеоға түсір, басың алтын көтерің күміс болса да көз тимейді. Видеоға шығып сөйле, айт. Егер азамат болсаң, егер тірі болсаң, тірілік болсаң, балаларыңа өлім сыйлаған азғын болсаң, сөйлемей-ақ сол қысқан көтінді қысып жата бер.